Құрметті қазақстандықтар, бүгін Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының 4-ші кезеңін бастап отырмыз. Мұғалім мектептің жүрегі демекші. Әр балаға білім беру, оларды тәрбиелеу бүгінгі күннің заманауи мектеп мұғалімі дегеніміз соңғы үлгідегі барлық трендтерді меңгерген менеджер болу керек. Мұғалім дегенде көз алдымызға қолында портфолиосы мен кітабы бар әйел адам елестейтіні жасырын емес. Алайда бүгінгі кейіпкеріміз соңғы трендтерді меңгерген заманауи мұғалім. Сіз білмейтін жаңа есім Бақдаулет Асанұлы. Түркістан облысы Келес ауданында туып өскен ол жоғары оқу орнын Шымкентте аяқтады. Студенттік кезде президенттік стипендияға ие болған жас маман диплом алған соң оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасы арқылы Павлодар облысына қоныс аударады. Еңбек жолын Павлодар облыстық білім беру басқармасында бастаған ол 2 жылдан аса басқармада жемісті жұмыс жасаса, қазіргі таңда дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Әрі Қазақстандағы ең жас директор орынбасарларының бірі. Шәкірті Дәуренбекұлы Рамазанмен бірге сенсация жасаған ол бүкіл әлем бір тілде сөйлейді деген тұжырымға келді. Олардың жасаған зерттеу жұмысы Мәскеу басқару және әлеуметтік экономикалық даму институты халықаралық ғылыми жобалар байқауында 1-ші дәрежелі дипломға лайық деп танылады. Ұстазы мен шәкіртінің ғылыми жаңалықтары туралы бұқаралық ақпарат құралдары сол кезде жарыса жазған еді. Ұстаз болу үнемі ізденісті талап етеді дейтін Бақдаулет Асанұлының ізденіс жұмыстары елімізде өткен ғылыми конференцияларда ғана емес, шетелдік басылымдарда да жарияланып тұрады. Оның ұстазымен бірге жазған мақаласы Біріккен Араб Әмірліктері Шарджада өткен ғылыми конференция материалдарында жарық көреді. Оқушылары үшін Қазақстанға танымал тұлғалармен тікелей эфирде кездесулер өткізіп тұратын Бақдаулет Асанұлының Instagram әлеуметтік желісіне 10 мыңнан аса оқырман тіркелген. Олардың басым көпшілігі жас педагогтың шәкірттері. Жаста болса өз ісінің шебері, қоғамдық саяси өмірге де белсене араласады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатынан бастап, Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен, Білім беру басқармасының құрмет грамотасымен, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің ұлттық музей алғыс хаттарымен марапатталған. Ұстаз өзі де үнемі ізденісте. Білім берудегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар конкурсында абайтану пәнінен бейне сабақтар түсіру облыстық байқауында жеңіске жеткен. Шәкірттері де толағай табысқа жетіп жүр. Дәуренбекұлы Рамазанның әлемге ортақ 100 сөз зерттеу жобасынан бөлек шығармашылықпен айналысып, дүбірлі додаларда оза шапса, Имантай Мағзұм Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастырған республикалық ең үздік эссе байқауында алтын адам туралы үздік эссе жазып, жеңіс тұғырынан көрінді. Сүйеніш жасқанат халықаралық Сәтбаев оқулары ғылыми конференциясында эколингвистиканың өзекті мәселелерін көрсетіп, әділ қазылар тарапынан жоғары бағаға ие болды. Басқа шәкірттері де оқушылар арасында өтетін олимпиадаларда топ жарып келеді. Бақдаулет Асанұлы сонымен қатар орта білім беруде мектептерде академиялық ұтқырлық бағдарламасын енгізу туралы тың бастама көтеріп жүр. Ауыл мен қала арасындағы білім деңгейінің алшақтығын азайтуға бағытталған бастама көпшілік тарапынан қолдауға ие болуда. Бос уақытында домбыра шертіп, шығармашылықпен айналысатын жас ұстаздың болашағы жарқын, келешегі кемел. Әр шәкіртін биік белестен көргісі келетін, сабақ беріп қана қоймай, әрі әлеуметтік желілерді белсенді қолданатын осындай жігерлі жастар Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасында жеңімпаз болуға әбден лайық.